Сәлеметсіздер ме, құрметті жолдастар. Назарларыңызға Smart Nation платформасында үй тапсырмасын қалай енгізу керектігін көрсетейін. Кіру батырмасы арқылы GSM номерлеріңіз бен құпия сөздеріңізді тересіз, және жүйеге кіргеннен кейін мәзір батырмасы арқылы қашықтықтан оқыту дегенге өтесіз де тапсырмалардың үлгілеріне кіресіз. Тапсырмаңызды берердің алдында қосу батырмасы арқылы тапсырмаңызды дайындап алуыңыз керек. Мысалға атауы сызу пәні бойынша болатын болса, сызу пәні нөмірі 1. Файлдарды жүктеу сипаттамасы сызу немесе дәріс нөмірі 1. Осы жерде сіздер өздеріңіздің дайындаған сол дәрісіңіздің файлын алып келесіз. Яғни қосасыз осы жерге. Содан кейін сақтау батырмасы арқылы тапсырмаңызды дайындап аласыз. Тапсырмаңыз дайын. Сызу пәні нөмір 1 Әзин Нұрлан Икрамұлы. Тағайындалған тапсырмалар дегенге өтесіз сол жақтағы батырма арқылы. Және ол жақтан қосу батырмасын басу арқылы сіз дайындаған тапсырмаңызды енді балаларға тағайындайсыз. Бұл жерде сызу пәні нөмірі 1. Журнал деген жерде сіздердің қай топқа бересіздер. Мысалы, соны таңдауыңыз керек. Осы тапсырма қай топқа жібересіз. Мысалы, нөмірі 103 топ болатын болса, 103. 103 топ болатын болса, 100 деп. Тапсырма деген жерде жаңағы сіздің дайындаған тапсырмаңыз тұрады. Сызу пәні нөмір 1 деп дайындадым. Соны белгілейсіздер. Содан кейін уақыты 16-сына сағат 22:00-ге дейін дайын болу керек үй тапсырмасы. Және осыны сақтайсыз. Содан кейін студенттеріңізге уведомление арқылы сабақтарыңыз, яғни тапсырмаларыңыз жеткізілетін болады. Менде дәл қазір сабақ барысы жоқ, сондықтан да менен қате шығып тұр. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.